Зухра мен Мөлдір арасындағы ұрыс пен дау не үшін болды? Бірінші себеп эфир уақытын созу үшін, көрермен назарын өзіне аудару үшін болды. Екінші себебі Бексұлтанды ақтап алу мақсатында. Зухра мен Бексұлтан жұп болғаннан кейін екеуінің біреуі жобада қалып, біреуі үміткер болып шығу керек. Бексұлтан мен Зухра постоянно сөйтіп айтады ғой, сен үміткер болып кет, анау мынау деп. Жарайды. Ал Зухра да Бексұлтан да қосылайықта ең көп пікір айтатын адамдардың бірі. Екеуінің біреуін шығара алмайды. Сол ішінде Мөлдір үшеуін ұрыстырып, өтірік Бексұлтан сен шықпашы, ол естиді, анау мынау деп, Бексұлтанды да Зухраны да эфирді алып қалды. Содан кейін Мөлдір, болды, мен жобадан шығамын деп шықты. Содан кейін аяқ астынан Мөлдір жобадан шықпақ болған кезде аяқ астынан келмей жатқан үміткер дәл Мөлдір шығатын кезде Мөлдірге келіп қалып, Мөлдір де эфирде қалып қалады. Керемет сценария.